Тау биік, талап таудан да биік дейді. Әрине, бұл өмірде әр адам өзіне талап қойып, әр қадамына талап қойып, әрине мен кішкентай кезімде ата-бабам осы сөзді айтып отыратын. Сол миымызға сіңіп, қанымызға сіңіп, әрбір қадамына адам деген талап қойып, осындай ауыл баласы тауға қарап өседі. Олимпиададан жеңгендей болып тұр. Ана мен сенесің бе, мен не только мен бейбіт, мен Артаев олимпийский чемпион болғанда қол аяғым дірілдеп жылағам. Жылаймын өзім негізі Қазақстанның туы көтерілгенде өзім білем сондай бір денем бәрі шымырлап, жылаймын, сүйсінемін. Алғаннан қайтпайтын бейбіт. Бірдеңкені істеймін десе, мысалы оны 2 рет сөйлеудің қажеті жоқ бейбітке. Мен емес, бүкіл зал солай, еліміз солай білді. Бейбіттің бойындағы батпан күш, ерен ерліктің құпиясын осы күнге дейін ешкім дөп басып аша алмады. Бірі табиғат сый десе, бірі жүйелі жаттығудың жақсы әсері деп топшылайды. Ал көненің көзін көрген қариялар Апайтөс бала батырдың арғы тегіне тереңірек үңілу керек дейді. Бейбіттің болмысы, бұла күші, бұл батырлар жалғасы. Қолмен көшті қатар бастаған көшек батыр, атағы жер жарған Қарасай батырдың сүт кенжесі. Бейбіттің 14-ші атасы, жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте Есім хан мен Жәңгір ханның сенімді серігі, үзеңгілес дос болған. Жаугершілікте мынау қалмақтарды қуып, мынау өзіміздің білесің, мынау артта Кеңес Саққоз дейтін жер бар, соның артында Қалмақ өзегі деген өзек бар. Сол қалмақтарды қуып осы жерді тазартқан ғой қалмақтан. Қалмақты бұлай өткізіп жіберіп, қалмақты қырып қайтып, содан мынау о жерде қызыл кезеңді бір талас дейді, талас көлдірен өткен таласта, содан алдында оқ бой отырады олар тобыменен. Көшек батыр тек тұрмас қамалын бекемдей отырып, қажет кезінде көршілес қырғыздармен тіл табысып, тізе біріктіре білген. Оның сайыпқыран сарбаздары талас пен ілеге дейінгі аралықтағы барлық қанды жорықтарға қатысып, жоңғар жеңісін жақындатуда маңызды рөл атқарған. Орман тоғай болған, сол тоғайда жансыз бір қалмақтың бір сарбазы қалып кеткен жарақаттанып. Сол садақпен атып бабамызды. Сол кезде ұлы садақ қой, сол қасындағыларына сездірмей, ақырын садақты сындырып, ал енді мен ұзамай өлем, мен алып жүрмеңдер, өші де жерлеп кетіңдер. Мен бастыққа нағымайын өшірді, қасын менің топырағым өшір жазға шығардым, соның өшірді қалып, бұны соның жаңа өзінің белгілерімен жерлеп, таңбасын жазып тастап кеткен. Көшек Баһадүрдің ерлігін дәріптеген тарихи деректерге сүйенсек, Бейбіттің бүгінгі болмыс бітімі түр тұлғасы батыр бабасымен дөп келеді. Бурасан, бұқа мойын, Апайтөс, жалпақ жауырын. Осындай текті қасиет 4 дәуірді артқа тастап, жаңа ғасырдың жауынгеріне сарқыт болып жұққан. 41 перзенті болған екен менің Ыстыбай атамның. 3 айлаған, 3 әйелден біріншіден 19, екіншіден 17. Осы мен әкемнің шешесі 5 туған екен. Соң әр жұртта 2-ден 3-ден қайсыз бола береді екен балалар. Өте үлкен болып туады. Сол ол уақытта көз сүйет деген білмейді, арқасы қап-қара өліп қала береді екен. Сонда менің әкем 2 қызға қалды.
41 перзенттен. Алып анадан туады деп, сол жаңағы тегімізде тұмар әжеміздің өзі генімізді сондай алып кісі мысалы. О кісі де бар. Ал енді айналып берген уақытта батырлық қазақ халқына тән нәрсе. Енді әрине бұл Көшек батыр бабамыздың әрбір тасы бізге деген ыстық көрінеді. Осы жердің әрбір батыр осы бабамызға келіп бізге жастайынан осы жаңа жауға шапқан кезде, жарысқа шыққан кезде әрқашан осы жерден келіп бір рухани жаңағыдай айтады ғой, күш алып бір серпініп қаламыз. Ол әрқашан да осы ауылға келген сәттерде де тек қана жалпы жарысқа емес, ауылға бір келген сәттерде осыға семьямызбен отбасымызға келіп, осы жерден бір ата бабамызға дұға бағыштап кетеміз. Асқаралы Алатау мен Қарт Қаратаудың қақ ортасы, бақ қонып құттарған Көшек ауылы, бала бейбіттің кіндігі кесіліп, бұғанасы бекіген киелі мекен. 9 май күні таңғы айғыз жеңгелеріңіз радан бакеп, сол 9 май күні 8-ге 15 минут қалғанда босанды. Елдің бәрі жеңіс қоямыз деді, соның бәрі, сонда әкем ол оқта тұрды, әкем бұның аты бейбіт болады деп, сонда ырымдап бейбіт қойған. Бейбіт болыс деген болыс өткен екен кезінде. Бекбауым бейбіт болыс деген сол болыс болады деп, осы батыр болады, осыдан кейін осының батырларын көресіндер, атама татқан деп өз қолтығын алып сөйтіп сүйеп, неғып демеп жүретін бұны. Атамыз жақсы көрді осы бейбіт десе өлетін. Мен екі балам десе бүкіл үрім-бұтағымызда бәр кішіне кезінен жақсы көрді. Атамыз айтатын осы, кейін бейбіт құда қаласа дүниеде бар, күйеуіңмен екеуің осының арқасында шалқисыңдар ғой біраз деп айтады. Сонда бейбіт үште. Енді баяғыда үлкен кісілер көп көл болған ғой. Шабдағай, шапшаң, сол топ-тығыз, топ толық күйінше сондай бір қабілеттілігін танитын біз. Алақандай ауылдың өмірі тынымсыз тірлігі балғын бейбітті ерте есейтті. Үнемі қол бұлғап тұратын белгісіз бір арман арқаны кеңге салғызбады. Үлкен ағасы Сейілханның ізбасары, артынан ілескен інісі Аянның қамқоршысы әр қадамынан жаңылмауға дағдыланды. Бейбіт 6 жасында екеуміз аяқта жаңағы бір үй соқтық деді ғой 91-де. Сода Шақабұлақты білесің қанша екен? 20-да 40 үлкен. Сол екеуміз соны 400 кірпіш жинайтынбыз екеуміз. Кәдімгі үйдің фундаментінің 2 шелек, 1 бетон шелек қанша 10 литр шелек ішінде бетон салғанда 20 литр болмай ма? Соны шелекпен соны бетон таситын ол. Мен сол кезде біз күйеуімде мен де ойламаппыз. Ойымна жас бала деп ойламаппыз. Ештеңеден намыстанбайды ол. Жұмыс істегеннен намыстанбайды. Ол апарып лепешка сатса да, айтма газада сатып тұратын. Сонда әкесі базардың бірде зам директор болып тұр, істеп тұрғанда газада сатып тұрады сонда. Сонда айтамын, не сатасың десем, мама қойшы, пападан сұрағанша өзім тапқаным жақсы дейді. Күніне 500 теңге оған ақша. Алғаннан қайтпайтын бейбіт. Бірдеңкені істеймін десе, мысалы оны 2 рет сөйлеудің қажеті жоқ бейбітке. Бірдеңені айтты ма, соны істемей, ұйықтамай соны оның бір ең қасиеттілігі, оның не болады, не болмайды деп айтылады. Мысалы, бір балаға не айтатсаң айтады, папа істей саламын деп айтады ғой. А бұл жаңағы болмайтын болса, сразу айтады, папа, мына болмайтын нәрсе екен. Анау қолынан келетін іс болса, оны істемей, ол ұйықтамайды, оны соны бітіріп береді. Мысалы, күреске барғанда мен айтам, оны сен күрестен түсіп шықпайтын болса, қойсыз деген жоқ, мен бірдеңе бастадым, папа, мен осыдан енді. Қаншалықты жерге жетем, соған немен жетем, өзім нем жеткенше мен күресемін. Осы қайтпас қайсарлық бейбітті үлкен спортқа жетелеп апарды. Боз кілем бірінші бәсеке. Бозбала бейбіттің білек күшін көрсетер кезеңі. Алайда ауыл баласын менсінбей, бостау, бұдан балуан шықпайды. Келген жағыңа қайт деушілері де кездесті. Бір күн бұрын салмақ өлшеу болады, рәсімі. Сол жерге барған кезде біраз жігіттер менен сұрап, қайдан келгенсің, бірінші рет келдің бе деп, кішкене менсінбеу, көзбен қарап. Содан кейін өздерінен сұрасам, жаңа Қазақстанды бір-екі рет ұтқан балалар бар арасында, қолдаға баласын ғой дегендей. Сол сөз маған кішкене жігер беріп, күш беріп, қайрат беріп, осындай өз-өзімді қайрап, олардан қай жерім кем,
бұларда адамның баласы ғой жеңіл болатын шығар деген ішімнен кішкене бір күш пайда болды. Мен айтамын, мен саған бұл денені не үшін берді саған? Бұл денені пайдалан енді. Енді сабақты оқымадың, сабақ оқымады енді. Оқыдысың сабақты енді құлқысы болмады. Бірақ математиканы сатылады. Ақтайғас басталды. Ахмет деген палуанмен шықты Түркістаннан. Ол кезде ол оға дейін 2 рет ұтқан сол чемпионатта. Тәжірибелі палуан. Сонымен әдегенде бейбіт 1-2 минутқа жеткізбей жаңаны өзінің жаңағы әдісімен тазаға тастады. Сонымен қуанып жолда келе жатып бейбіттің бір ашылған сәті болады сол жерде. Пойызда бәрімізді күлдіріп, жаңағыдай қалжың сөздер айтып, сол кезде бір ашылған сәті сол кезден басталды. Алғашқы алысудың өзінде қатарынан кездескен 6 палуанды алып соғып, бейбіт 18 жасында ел чемпион атанды. Бұл Ыстыбайдың немересі, болмысы бөлек Бала Батырдың алғашқы жеңісі еді. Жеңісті ең бірінші өгізден сотка не деген жоқ, әке-шешеммен бөлісу. Сол кісілердің қуанышы деп ойлаймын, бұл ең бірінші қуаныш. Сол жол бойы кеп, мен үйде қалай қарсы алады екен, әке-шешемнің көңіл күйі қалай болады екен, сол кісілерді қуантсам ба деп ойда барғым дейді. Түнгі сағат 2-де бір сағатты көтеріп жеткіп, елді сен үйге кеп сам болды. Қызылордада жарыста. Ең бір жол, сол 8 оқиды, 9 оқима. Папамен Қазақстанның чемпионы болып келдім деп. Ең алғашқы қуаныш сол zondan. Өзі бірінші барып тұрған жарысы ғой. Мама біз чемпионды өсіп күте ма деп. Сол кезде сенесің бе, сол бір олимпийский чемпион болғандай болды ғой маған. Сенген жоқпын. Абадан ол алғашқы жеңіске масаттанып масайрамады. Шыңдалып шымырлана түсті. Жаттығуға жұмсалған тер текті ұлды әлем аренасына алып келді. Алдымен ел намысын қорғады, сосын қазақтың қара күшін кәрі құрлыққа танытты. 2008-де әлем чемпионы атанды. Бірақ сол кездерде бізде спортшыларға онша қатты бір қолдау болған жоқ. Себебі барлық қолдау мүмкін жаңа олимпиадалық түрлерде болған шығар. Біздерде ол кезде бейбіт 20-ға келген жастарда 2008-2009-да ондай үлкен бір қолдау болған жоқ. Бейбіт маған айтқан кездер болды, ағай мен 20-дан астым, мен әке-шешемді асырауым керек, мен басқада тірлік істеуім керек, мен қашанғы үйге масыл болып отыра берем, болмаса басқа жаққа жұмысқа барайын деп. Бейбіттің мына болған аста 2 тізесі, 2 қолы, 2 шынтағы, 5 саусағы бәрі шыққан, сынған. Мен даже бейбітке айтқан, ертең сен үйленесің, саған ертең сенме керек қой. Құдай бетарман, сен ауырып жатсаң, саған кімге керексің сен? Спорт таста деген күндерінде болды шыны керек. Бірақ емделеді ғой, қолым бәрі орнына келеді. Сосын қайға барасың, тренировкаға баратырмын. Осы жолы көрейін дейді. Осы жолы көрейін, осы жолы көрейін. Алып салмақты ауыздықтап, денені дегеніне көндіру оңай шаруа емес әрине. Сол себепті бейбіт әрбір қосқан келішін екесе жаттығу жұмыстарын жүргізді. Жарты өмірім залда өтті. Әрбір келген сайын бірінші рет кеп сондай бір әсер болды. Кейбірде шалдығып, или бір ауырып, сондай кезде өсе кеп жарты сағат, 1 сағат тер төгіп алсаң, бір кәдімгідей бұл өмірге қайтып туылған бір жаңа сәбиде болып шығасың да залдың. Сондай бір киелі қасиеттері бар бұл залдында. 2011 жыл. Қазақ күресі жаңа бір белесті бастан өткерді. Талай жыл көптің көкейінде жүрген жоба жарыққа шықты. Қазақстан барысы нағыз қазақ батырларын басын тоғыстыруды мақсат еткен еді. Бейбіт сол жылы дзюдо күресінің әлем чемпионатына бару керек еді, Францияға. Сол жылы бейбіт екеуі бір уақытта болатын болды. Сонымен бейбіт айтып, екеуміз енді ақылдастық, бейбіт айтты, аға мен осы өзіміздің қазақ күресін ел жаңа әлем чемпионатынан көрі осыған дайындалайын. Әлем чемпионаты екеуі бір уақытта болып тұр. Сондықтан мен оны жіберейін. Осы Қазақстан барысында күресейін деп. Содан мен айттым, бейбіт, жақсы. Онда осыған жақсылап дайындалайық дедім. Жаңағы Ұлан Рысқұл бауырымыздың қанжығасына өзіне қазақта деді ғой, бұйырған кетпейді, бұйырмаған қанша артынан қосаң да жетпейді дейді.
мен ойлаймын енді оны былай қабылдадым мен, значит менің пешенеме Аллах тағала жазылмаған ол нәрсе деп. Бірақ дайындық жағынан да, психологический тұрғы жағынан да бәрі жағынан дайын болдым. Бірақ кішкене жаңағыдай сәтсіздік жағдайлар болды деп ойлаймын. Алғашқы Қазақстан барысы бейбіттің бағын ашпады, бірақ сағын да сындыра алмады. Өйткені бұл кез палуанның шырқау шыңына шыққан сәті болады. Жеңіске жеткен жолдастарының қуанышын бөлісіп, келер 2012 жылға үмітпен қарады. Мәселе жаңағыдай біздің бірінші орын алғанға ақшалай сыйлық емес. Біз бейбіт екеуміз дайындалғанда мысалға, біз ақша үшін дайындалған жоқпыз ол жерге. Біз атақ үшін, абырой үшін дайындалдық. Өзіміздің спорттағы мысалы қанша жылдық еңбегімізді сол жерде көрсеткіміз келді. Оған дейін бейбіт 25-20 рет ұтқан түйе палуан атағын. Сол жарыстарда сол палуанның бәрін ұтып шыққан. Ұлан болсын, Айбек болсын, әрқайсысын 3-4 реттен ұтқан. Сондықтан өзіміз сол жерде қалай деп айтсақ енді бір көрсеткіміз келді өзімізді. Былтырғыдан гөрі 2 есе дайындық жасадық, 3 есе дайындық жасадық. Қай жерден бізде қандай қателіктер болды? Мүмкін психологиялық жағдайдан, мүмкін бейбіт өз-өзіне қатты сенімді болған шығар. Жаңағы финалдық кездесуінде. Мүмкін ол да мүмкін. Сондықтан, бірақ енді бір айтып кететін нәрсе, бұл жарыста мен айтып кететінім, бейбіт бұл жарысты жаңағы дайындықтан көрі психологиялық жағдайда жақсы дайындалды деп айтсам қателеспеймін. Ол енді мен биыл Қазақстанның барысымын деп өзін-өзі сондай неге не қылды? Дайындады, өзін-өзі психологически солай дайындады. Былтыр мен аламай қалдым, енді биыл мен енді Алла тағала маған биыл мен алуым керек қалайда. Деп өзін-өзі несін дайындады өзі. Үйге келгенде, балам жас жағында қалды ғой сен, папа несіне қорқасыз? Мен дайынмын барлық нәрсеге. Бір Алланың қолында ғой, бірақ мен бірінші орын аламын. Сондай сеніммен айтты да ол кісі. Бірінші сыпатқа жаңағы Кентонов Мұрат деген ағамызбен шықтық. Ол енді жаңа айтады кәрі қасқыр деп. Ол кісінің жасы бізден енді біраз жас үлкен, 35 пен 40-тың арасындағы кісі. Онымен күрескен кезде бір рет жеңіліс тапқан, сол Қостанай қаласында, өздерінің ауылдарында. Содан кейін сол кісімен бір кездесе алмай, енді бұл спорт болғаннан кейін жаңағыдай өш болады бір-біріне. Өш болғанда сол кавердің үстіндегі өшті жаңағыдай. Ұтылып қалсам, соны қайтарсам ба деген. Сол сәт сол кезде туды деп ойлаймын. Сол Қазақстан барысында енді 32 адам ішінде именно соны маған бірінші сыпат түсіріп, Елдос тренерім де маған айтты, сол сен өштен жүрген осы кезің, қайтаратын кезің келді-ау дегендей. Енді ол кісіні айтатын болсақ, ол кісінің психологиялық тұрғыда жақсы, одан кейін алдырып кету қабілеті де бар. Жаңағындай басқа прием істесең, екінші прием істеп жіберетінде ол кісімен кішкене сақ күресін. Күрес барған сайын қыза түсті. Ақ тер көктерге түскен алыптар амал тәсілдің бәрін қолданып аянып жатқан жоқ. Өткен жылы есесі кеткен бейбіт барын салып ақтық мәреге жолдама алады. Басында кішкене шалқар бірге тастап кете салады. Өйткені ойлаймын, ол мен кішкене спортсмен ретінде кішкене қателігім шығар деп. Өйткені енді ол әрбір пенде болғаннан кейін, адам тірі жан болғаннан кейін жыбырлап отырып өзігін істейді ғой. Ол ойбай бейбіт екен, бейбітке осындай 30-40 рет ұтылып, тағы ұтылуым керек деп ешкім жата қалмайды. Сол басында кішкене бір-екі рет істеген приемдарына, мен істеген приемдарына қарсы бір-екі прием істеп жерді. Осы шалқарға жеңіп кетуге де сөзде мүмкіндік болды ма деп ойлаймын. Шалқар жоламантты өзіміздің жаңағы үйдегі әдісіміз бар. Екі аяқты сыртынан шалып, құлап лақтыру.
Оны біз сол 1-2 апта қалғанда дайындадық. Себебі бейбіттің енді оң аяғы ауырғаннан кейін біз басқа прием әдіс жасауымыз керек болды. Сол әдісті соған дайындадық. Сол кезде ол екіншісіне түс көрдім, бір ай бұрын, бірақ ішім айтпадым. Бірінші орнағанын білдім. Түсімде бүйтіппін да, бейбіт сен екінші орнағанда былтыр мынандай болған жоқ еді, үйдің іші тола көк жалау, Қазақстан жалау. Ой, мама былтыр 2 еді ғой, биыл 1 ғой деді. Алыпты туған ананың жүрегі алдамады. Бейбіт алтын белбеумен алғаш берілген тай тұяқты қанжығасына байлады. Қазақстан барысы Жамбыл облысына туған жеріне табан тіреді. 9 жасар баладан 90-дағы қарияға дейін бейбіттің жеңісіне ортақтасып қошеметпен қарсы алды. Мұндай зор құрметті палуан күтпеген болатын. Сол сәтте туған туыс жора жолдас жеңімпаздың жанынан табылды. 2012 жылы Ыстыбаевтар әулетінің жекжат жұрағаты 50%-ға көбейген. Бейбіттің орнында басқа біреу болса, мүмкін бұндай бақты көтерер ме, көтермес пе еді. Ал бұл өзінің салмақтығымен, өзінің ерлігімен, ондай мен барыс болып кеттім, мен мынандай болып кеттім деп, бұл ешкімге не аған емес. Бұрынғы бейбіт, кішіні көрсетіп, үлкенді көрсетіп, ассалаумағалейкум. Мысалы, бұл бұрын неде осы арада сәл бір неде тұратында болса, үйде бір үзімнен болса, соны жарысына апарып беретін, анеде нан болмай қалып кетіп. Әлі сол қалпында. Мен әкемнің кішкентай кезінде айтатын, бұл дос деген әшейін уақытша нәрсе деп, ешқашан дос болмайды деп. Папа айтатын, қаяқтан мен досым жас кезінде мектеп қабырғасында жүргенде досым көп болатын. Өйткені енді білмейді, нем бар екен отыр, сол бәрі жанында жүріп, соны кейін әкем айтатын, осының біреуі сенің жаныңда кейін қалмайды, таппай қаласың қиындық кезде деп. Содан кейін бір қиындық шаруалар болды, өзіміздің жеке семьяда, өз басымда. Сөзде сол әкемнің айтқан осы рас-ау дегендей ой болды. Өйткені біреуін таппай қалдым. Көзді ашып жұмғанша тағы бір жыл сырғып өте шықты. Бұл кезде 2013 жылдың Қазақстан барысы бәсекесіне таңдау сындары басталып та кеткен еді. Қазақы күрестің қағидасы бойынша жеңімпаз ешқандай іріктеусіз республикалық турнирде белдесуге мүмкіндік алды. 2013 жылдың дайындығы қатты өз мойнымнан шыққан жоқ. Кішкене бір 5-10 күндік тері дұрыс шықпай қалды. Өйткені оған байланысты айта кететін болсақ, ол тері неге шықпады деген. Мен қолымды сындырып алдым. Сол Қазақстан барысын алдында Қызылорда облысы Қармақшы ауылында. Содан кейін қолым акасы мен бір сынықшыға барғам. Ол бір жерден емес, 2 жерден кеткен екен. Менікін біреуін салып береді, сонымен сол қолым демдеумен көп уақыт жүріп қалдым да. Содан кейін дайындық қатты дұрыс болды деп ойламаймын. Бастапқы белдесуінен ақ бейбіттің көңіл күйі бір орында болмады. 3 айналымда қарсылас шақ келтірмей ұлттық өнердің жанкүйерлерін серпілткен сайыпқыран алда бір өзгерістің болатындығын іштей сезіпті. Мұны бапкері де байқаған. Маған өзім жеке бапкерім айтты, не үшін сен сылбырап жүрсің деп.
Мен ойлағам 2013-те әшін сылбырап жүріп ұтып кетсем ба деген. Ол қарсыластарымның кішкене маған деген көзқарастарын басқа жаққа қарату керек болды. Ай, бұл бейбіт биыл дайын емес ау деген сияқты. Сондай тактика қолданғам, бірақ ол тактикаларымда болмады. Ержан Шыныкеев пен Бейбіт Ыстыбаевтың белдесуі басқалардан бөлек болды. Бірін-бірі ала алмаған алыптардың алысы жанкүйерлердің шабытын қоздырды. Кездесудің аяқталуына небәрі 38 секунд уақыт қалған. Палуандар әлі де тең келе жатыр. Кездесудің аяқталуына 30 секунд уақыт қалғанда Ержан бірінші болып әдіс жасайды. Алайда төрешілер басында бұл әрекетті есепке алмай қояды. Енді Ержанның ойы бойынша ол жеңді. Бұл жерде енді адамның өз ойын емес, ол жерде мемлекеттік жақтырушылар бар, ол жерде судья бар. Солардың пікірімен соларды кішкене тыңдау керек Ержан бауырымызға. Бұрында да ұтып жүрген Ержанды. Бірақ енді сол кезде Бейбіттің өзінің бір несі болған шығар. Өзінің де бір тактикалық әдісі. Белдесуге барамыз, белдесуден оңай ұтамыз. Енді әркім өзі сондай бір тактиканы қолданады ғой. Стратегия дейміз, тактика дейміз, айла әдіс дейміз. Әркімнің өзінің айла әдісі болады. Мүмкін Бейбіт бір қатты рисковать еткісі келмеген шығар деп ойлаймын. Қарағандылық палуаннан жеңіліс тапқан Тараздың Арланы қола белбеудің жүлдесіне таласпады. Белдесуден бас тартты. Бұл шешім екінші бір спортшыға сәттілік сыйлады. Менде пенде болғаннан кейін менде де жүрек бар. Мен елдер сияқты шығып айқайлап халық көтеріп жүрген жоқпын. Мен өзімнің келіспейтіндігімді білдірейін дедім. Осы дүбірлі додадан кейін Бейбіт адам танымастай өзгерді. Ішкі күйзеліске ұшырап, ешкіммен сыр бөліспей саяқ жүруді шығарды. Бар ермегі сол уақытта да күрес залы. Ол көп әңгімені айта білмейді. Не болса да ішінде болады. Кейде мысалы, адам қуанған уақытта бір түрлі шаттық, бір нелер көрінеді ғой. Онда ол қазақ айтады, аш болсаң да, тоқ болсаң да бір қалыпты болды. Сондай қалыпта жүреді да. Шайтан деген нәрсе адамның ойына әрбір нәрсе салады. Мен бүйтсем қалай болады, бүйтсем қалай болады деген. Соны өтері бір Құдайға сеніп, мешітке барып, ойын бәрін жинақтап, ары қарай деген. Өмір сол сәтте маған өмір бәрі сол уақытта бітіп кеткендей болды. Бірақ Аллаға шүкір, бауырларым, ағаларым, көкелеріміз бәрі сабырға келдіріп, көтер ғана басыңды мұзбай беріп кеткенің бә барай бұның, кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп дегендей, сондай өлең шумақтарын айтып ағаларымыз. Құдай қалса басқа ары қарай өмір жалғасып жатыр деген сияқты мағынада түсіндіріп, ештеңе жоқ. Ер жігіт болғаннан кейін басында бәрі болады деді. Тұла бойын шымырлатқан осы өлең жолдары палуанның жан дүниесіне атой салғызады. Қайрайды, қамшылайды, түнектен тұрып жарыққа шығуға үндейді. Қара өлеңнің құдіреті қазақтың қара баласын қайтадан атқа қондырады. Аттың үстіне аттан кезде қазірдің өзінде дененің мүшелерің бәрін, омыртқа мүшең бар, белің бар, жан бастарың. Қазір бір аттан бір жарты сағат, бір сағат жүргендің өзінде кәдімгідей денең бір апта көскен адам сияқты сондай әсер алып, ауыр сезініп, ертеңгісіне ол дайындық кезінде бұл әрине жеңімпаз болу оңай емес. Әрбір мәселеден денеңді дайындалуың керексің. Сол бұл да лақтың бір пайдасы бар деп ойлаймын. Еуразия барысы бәсекесі ұйымдастырылады деген қауесет желді есті. Бұл сайыста сынға түсу Бейбіттің ойына да келмеген. Бірақ туған жері Таразда өтетін жарыстан қалай шет қалмақ?
белді бекем буып, ауыздықпен алысқан арғымақтай бейбіттің екінші тұрмысы ашылады. Бұл жердегі бізге ауырлығы біздің елімізде өткені. Туған жерде. Екіншіден, біз 2013 жылғы Қазақстан барысында жіберген есебімізді осы жерде бір толтыру мақсатында болды. Біздің жаңағы мойнымызға артқан жүгіміз екі есе көп болды. Сондықтан енді бейбітті білдірген жоқ сырын, мен де білдірген жоқпын. Кәдімгідей бір ел чемпионатына дайындалатындай сондай жағдайда дайындала бердік. Еуразия барысының алдында да жаңағыдай басымен қадалып, мойнымды сындырып алдым ба деген тренерлердің пікір кетті, өйткені басым қатты бұрылып қалды, соның мойным көтерілмей қалды. Сол сәтте больницаға апарып, мен Еуразия барысында күресе алмайсың дегендей тренерлер пікір айтты, бірақ бәрін жазылып, дайындығым бәрі дұрыс болды. Жарыс алдында жарақат алу бейбіт үшін таңсық емес. 4-ші жыл қайталанып отыр. Құлағына құя беретін болсам, сен ұтуың керек деп, ол ертең күні күресе алмай қалуы да мүмкін ол баланы. Ол жанып кетеді. Ол оны психологияны білу керек. Бейбіттің өзінің табиғатын сезу керек. Ол адамның ішкі дүниесін сезу деген оңай нәрсе емес ол. Мысалы, бейбітпен сөйлескен кезде, мысалы бір-бірімізді қас-қабағымыздан, болмаса бейбіттің қас-қабағынан біліп отырамын. Бүгін бұған керек па, кросс жүгіру керек емес па? Бүгін бұл тренировка жасауға керек па, жүктемені берейін бе, бермей-ақ қояйын ба? Ол біріншіден ол өзі дайын болу керек. Екіншіден сол спортшының организмі дайын ба? Сондықтан бейбіт екеуміз енді кросс жүгіретін күні, мысалы, бүгін барлығына кросс болатын болса, бейбіт ол күні кросс жүгірмейді. Ол күні бейбіт кавер жасауы мүмкін. Болмаса, кавер жасайтын күні бейбіт күрес жүгіріп кетеді. Қазақстан барысында кеткен қателіктер мен жіберілген есені қайтаратын уақытқа кезек жетті. Еуразия барысы басталды. Бірінші сол киіз-үйден шығып, халықтың қошеметі деген бірінші кішкене үрей болды. Өнерім дұрыс көрсете алмай қалсам қалай болады екен дегендей. Бірақ сол Еран палуан шығасап жеңуге болатын болды, кішкене кавер сезінейін, өйткені білдім, алда біз моңғол палуанмен шығатынбыз ақтықсында. 8 мемлекеттің саңлақтары сынға түскен сайыста Моңғолия мен Қазақстан палуандарына тең келер ешкім болмады. Қос мемлекеттің қырандары финалға дейін барлық қарсыластарын тас-талқан етті. Бүкіл мен емес, бүкіл зал солай, еліміз солай білді. Ақтайқасқа Қазақстан мен Моңғолия шығатын. Себебі моңғолдардың бірінші кездесуінде барлығын 7 теңге болып отыр. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасынан жанкүйер болған Қазақстан халқы ата-баба аманатын арқалаған ел ұланына сенім артты. Бейбіттің басты қарсыласы 196 келі тартатын Сұғар Жарғал. Сонымен бейбітке келіп сұраймын ғой жаңа. Ана дәурек екен бейбіт. Салмағы да ауыр. Не істейсің? Қалай? Мүмкін қазір қыздырынып алармыз кішкене, соған әдістер жасармыз. Сөйтсем, ағай мен дайынмын дейді. Мен жарайды деп, оның жанына барған жоқпын. Себебі жанына барып тұра берсең, ол жана береді палуан. Мен бірақ қорқып отырдым. Ана алдында ненің Россияның баласын 3 қабырғасын сындырып жіберді ғой. Қыс жіберді. Ол былай екен, мына белден кетіп ұсақса, белден кесіп бітті қысады екен. Бейт алдында кішкене белден сота бейт қашықтап жүрді ғой. Ол кезде бұның салмағы өйтіп қатты үлкен емес едім. Ол кезде салмағы бір 130-140 сондай едім. Біз Венгрияда кездесіп, жүзді күресінен үсігізде мен шығасап соны 9 секундта сол жаңағы пат-пат дейді ғой, іштен шалу. Сол біреуін тастап өткеннен кейін, соны кейін енді ол жарыстан кейін мынандайды, жүзді күресінен жарыс болды, сол артынан жаңағыдай жаттығу, оқу жаттығу болды, жаңағы 5 күндік, 3 күндік. Сол кезде маған ренжісін айтып, типа мен байқамастан түсіп қалдым, келесі жолы сазайыңды берем дегендей. 3 жылдан қайтып кездестік.
кездесіп сол гостиницаға бірінші келген күн есімде. Маған күліп басымнан сипалап сазайыңды беретін кез келді ау деген айтқан жоқ енді, бірақ көзінде сондай жанар болды да. Жоғары жағынан алып бақтырып көрейін дедім, қатты ауырлау болмайды екен. Бұл сәт күллі алаш азаматтарының тақымын қысып, қиқуға басып, қолдау білдірген алапат сәт еді. 200 келі салмағына қарамай ойнақталған Сұғар Жарғалдың ширақтығына таңдай қаққандар қол соғып қошемет көрсетіп жатты. Алайда Әулиеатаның киелі топырағында қаны тулаған қазақ баласының мысы басым түсті. Жамбылдың жамбаскері Моңғолды шалып барып алып ұрды. Естен кетпес сол жеңіс бейбіттің нағыз талантты палуан екендігін дәлелдеп берді. Кешегі Көшек батырдың 14-ші ұрпағы, бүгінгі Ыстыбайдың немересі, Алаштың алыбы, тұлпарлар тұяғы, батырлар жалғасы. Қазақ болып туғаныма қуанам. Өйткені бұл қазақтың қанында ғана біздің атадан балаға қалған, осы ата бабамыз осы аттың үстінде өмірін өткізген. Мен әрине қазақ болғаныма қуанам.